Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Видео шықпағалы біраз болды, енді бүгіннен бастап видеоны ары қарай түсіруді жалғастырамыз. Жалпы бүгін жаңбыр жауды, бірақ күн жылы керемет болып тұр. Құмда да көктер шығып, жалпы көктем келді десек те болады. Саршынақтар шығып. Енді бүгінгі видео тауықтар жайлы болады. Мен тауықтарды жылы қораға кіргіздім. Қазір көрсетем. Мінекей мынау біздің жылы қорамыз. Тауықтар осы жерде тұр, бір 2 аптадан асты. Мына пешті қосам жылыту үшін. Осы жылы қораға кіргізіп, жақсы жемдер беріп жатырмын. Енді соның нәтижесі мінекей жұмыртқа туып жатыр. Анда тағы 2 ұяшық бар. Бірігінде тауық жатыр екен. Жалпы бұл жерде 40 тауық бар. 3-еуі қораз, 37 мекен. Мен бұларға 2 мезгіл жем беріп жатырмын. Және жылы су, азанда жылы су, кешке тағы да ауыстырам. Және де пеш қосам. Және де мына лампочка свет. Осы светті жағам. Жалпы бұлардың күн жалпы жарық көру ұзақтығын 16 сағатқа шейін ұзарттым. Жалпы 16 сағат тіршіліктен жасайды, 8 сағат жатады. Жалпы тауыққа сондай күн керек. Қазір қандай жем беретіндерін көрсем. Қазір 3-тен асты сағат. Әбетке жемдерін берем, кейін далаға шығарам. Далада тас-бастарын жейді. Жалпы тауықтарыңыз тусын десеңіздер, жалпы жылы қораға кіргізіп, жақсы жемдер беру керек. Жалпы жағдайлары да жақсы болған соң, қораздар да өз жұмыстарын жақсы жасап жатыр. Қазір бұлар жақсы желеп көтеріліп жатыр. Жұмыртқа туы кеше 19 жұмыртқа туған. Енді ол жұмыртқаларды жинап жатыр инкубаторға. Өзімнің инкубаторым бар. Несушка деген инкубатор, 104 жұмыртқалық. Енді оның да 1-2 жерлері бар. Вентилятор қою керек. Влажность көрсетпейді, енді соларды жөндеп инкубаторға саламыз жұмыртқаны. Сол кезде видео түсірем. Дауысын естіп жатқан шығарсыздар. Тауық тудау деймін. Тауық очередте тұр. Жалпы осы ұяшыққа туатын тауықтар. Очеред күтіп тұрған сияқты ғой мынау. Қазір мен бұлардың жемдерін көрсетейін. Қазір жем берем, мына ыдыстарын тазалап кетейін. Ал енді қазір жемдерін көрсетейін. Мен бұларға мынандай үй жануарларына арналған, жалпы құстарға арналған осындай, жалпы несушка деп те атайды. Несушка деген өзі де жем бар. Осындай жем берем. Бұның ішінде несі бар, бәрі жымиық, семечка, жалпы рибакоснимка, месокоснимка бәрі бар. Және де тарттырылған жүгері. Және бидай бүгін бағана таусылып қалды. Енді бидай әкелеміз. Қазір әбетке жемдерін қайтып беретінін көрсетейін. Жалпы 40 тауыққа мынау 800 грамдық ыдыс, майонездің ыдысы осымен. Мына несушкіден
бір өзі аламыз. Жалпы әбеттен кейінгісі бұл. Тағы бір өзі аламыз. Одан кейін жүгерден бір өзі аламыз. Жалпы азанда несушкіден біреу, жүгерден біреу, бидайдан біреу аламыз. Жаңағы ыдыспен сөйтіп араластырып береміз. Әбеттен кейін осындай 40 тауыққа. Жалпы осы жемнің арқасында және жылы ораға кіргізгеннің арқасында жақсы туып жүр. Жалпы түсінікті болып деген ойдам. Олар салазат. Жемдерін жеп жатыр. Жалпы осылай жем беремін. Кешке үйден шыққан көкөніс сондайлардың қабықтарын берем. Жалпы кешке келіп мына светті жақып кетем. Қараңғы болайын деп жатқанда осы светті жақып кетем. Кейін 12-ге дейін бұл свет жанып тұрады. 12-де келіп пешті тығып светті өшіріп кетем. Одан кейін азанда 8-де өздері тұрып қайтып жұмыстарына кірісе береді. Жалпы азанда жем, әбетте жем, кешке қабық и жылы су. Ол ешқандай артық ештеңе жоқ. Осылай тауықтарды туғызып жатырық. Қазір жемна 3 қораз қарап жүр бәріне 37 тауыққа. Енді тағы бір қораз керек. Қазір жемдерін жеп болған соң бұлар далаға шығады. Даладан өздерінің витаминдерін, тас, бас, ал өздеріне керек витаминдерін даладан теріп жейді. Жалпы бұлар түнде тұрған кезде жылы жерде тұрса жақсы. Сонда жақсы жұмыртқа береді. Жалпы жем жайлы түсінбеген болсаңыздар тағы бір қайталап жіберейін. Мінеге. Міне мынау майонездің ыдысы 800 грамдық. Мінеге. Осыдан азанда бір ыдыс бидай, бір ыдыс мынандай несушка және бір ыдыс тарттырылған жүгері. Әбетте 2 ыдыс мынандай несушка и бір тарттырылған жүгері. Болды. 40 тауыққа ешқандай су қоспай араластырып береміз. Сол. Және кешке көкөніс сондайлардың қабықтарын береміз. Енді тауықтардың есігін ашып қояйық, енді өздері далаға шығып жайыла береді. Жемдерін әлі таусып әлі жейді. Ал енді жұмыртқаларын санайық.
Қазір енді 3,5 болып жатыр, бірақ кешке шейін тағы туатын шығар. Мына жақта 5-еу. Мына астында 5-еу болу керек, енді жайлап көре салайық видео үшін. Бұның астында да 5-еу. Мынамен 6-ау 11 болды. Мына жақты көреміз. 11, мынаның ішінде 4-еу 15, мына үшеу 18. Жалпы 18 жұмыртқа. Бұл 18 жұмыртқаның мына 2 яшыққа, кейін яқта бір яшыққа бір-біреуден қалдырғам кеше. Сонда қазір әбеттен сәл өткенше 4-терге жейін. Жалпы 14 жұмыртқа туыпты, енді кешке жейін тағы туатын шығар. Осы жалпы тауықтарымыз туу үшін жылы қора керек, жылы су, жақсы жемдер керек. Мына көк шөптерді қараңыздаршы міне. Мінекей кеш болды. Тауықтардың светін жағып қойдым. Жұмыртқаларды енді санаймыз. 3-еу, яқта 5-еу, 8. Қазір көрінбей тұр, қазір светін жағайын. Мінекей 3-еу, 5-еу, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 4-еу кешеден қалған. Жалпы 18. Сосын жаңағы тауық туса, сонымен бүгінде 19 жұмыртқа туайын деп тұр екен. Осы ал видео ұнаса лайкпен бағалап кетіңіздер. Пікір қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.